Сіздерді ұлық мереке Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымақты, ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Мемлекетіміздің қарқынды дамуы тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты азаттықты аялау. Тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мұратымыз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай. Кіріспе. Менің есімде жалпы тәуелсіздік туралы айтылған, еліміздің қалай тәуелсіздікке қол жеткізгені, көркейгені мен дамығаны жайлы өз ойымды жаздым. Эссе. Менің эссемнің тақырыбы тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 30 жыл. Осы уақыт аралығында Қазақстан әлемге жеке дара дербес ел екенін дәлелдей білді. Өзінің белгіленген шекарасы, діні мен тілі, мемлекеттік рәміздері мен ұлттық құндылықтары, мәдениеті мен салт-дәстүрі бар тәуелсіз зайырлы елге айналды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 желтоқсан әлем картасында жаңа жас Қазақстан Республикасы пайда болды. Бұл тәуелсіздік қанша ғасырдан бері армандап келе жатқан бұрынғы ата-бабаларымыздың аңсаған арманы, аналарымыздың көз жасы. Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш мойындаған түбі бір Түркия елі. Тек бір ел ғана емес, барша әлем елдері мойындап қолдау көрсетті. Еркіндікке қол жеткізген жас мемлекеттің алдында жасалынатын көптеген жұмыстар тұрды. Өзінің ішкі және сыртқы саясатын, экономикасы мен валютасын қалыптастыру сияқты жауапты жұмыстар болды. Осының бәрін 30 жылда орындап әлем жұртының алдында өзінің даңқты ел екенін мойындата білді. Тәуелсіз елдің алғашқы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Еліміздің өркендеп, көркеюіне бұл кісінің қосқан үлесі орасан. Жазық далаға ел жүрегі Нұрсұлтан қаласын салып, оны әлем жұртына таныта білді. Қазақстанның әсем мекендері, сұлу табиғаты, жұпар аласы, тарихқа толы қалалары бәрі еліміздің баға жетпес байлығы, әрі әлем жұртының көз тіге қарайтын, саяхаттап келетін туристік мекенге айналды. Біз жас өскелең жастар, тәуелсіз Қазақстанның болашағымыз, ата-бабаларымыздың аңсаған арманы, тәуелсіздіктің бесігінде тербеліп, еркін өмір сүріп жатқан біздер шынайы бақытты жандармыз. Ендігі мақсат осы еркіндікті баянды ету біздің басты парызымыз. Тәуелсіздік ашты термен келген тәтті жеңіс, төгілген қанның өлмеген жердің отымен келген ұлы күн. Менің ойымша тәуелсіздік еліміздің баға жетпес байлығы. Тәуелсіздік бізге оңай жолмен келмеген. Ата-бабаларымыз тәуелсіздік үшін күресте берілмеді, тіпті жанын қиды. Тәуелсіздік ата-бабаларымыздың ең үлкен арманы еді. Тәуелсіз елде өмір сүріп жатқаныма қуанамын. Енді біздің мақсатымыз тәуелсіздігіміздің баянды болуы деп ойлаймын.